Шын мәнінде өмір қарапайым, бірақ біз оны табанды түрде қиындата береміз. Асыл адам өзіне талап қояды, төмен адам өзгеге талап қояды. Сені ренжіткенді ұмыт, бірақ жақсылығын ешқашан ұмытпа. Жақсылық пен жамандықтың айырмашылығы бар. Жақсылық жолын таңдағандар оны еш нәрсеге айырбастамайды. Кейде біз көп нәрсені көреміз, бірақ басты нәрсені байқамаймыз. Өзіңізді нашар сезінгенде табиғатты тыңдаңыз. Миллиондаған қажетсіз сөздерден гөрі әлемнің тыныштығы пайда береді. Саған кінә таққысы келетіндерден сақ бол, өйткені олар саған билік жүргізуге ұмтылады. Қарапайымдылық адам бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі. Жаман әдеттерді ертең емес, бүгін ғана жеңе аласыз. Өзіңізді құрметтеңіз, басқалар сізді құрметтейді. Өзгерістерден қорықпаңыз, көбінесе олар қажет болған сәтте болады. Сізді алдағаны немесе тонағаны қорқынышты емес, мұны үнемі есте сақтау қорқынышты. Дүниедегі ең әдемі көрініс балаға сен жол көрсеткеннен кейін өмір жолымен сенімді жүріп бара жатқанын көру. Асыл адам парызды ғана біледі, төмен адам пайданы ғана біледі. Адамдар мені түсінбесе, ренжімеймін. Мен адамдарды түсінбесем, ренжідім. Әйел сұлулығын қалай жақсы көрсе, ізгілікті солай жақсы көретін адамды әлі кездестірген жоқпын. Егер сіз жек көрсеңіз, онда сіз жеңілгенсіз. Үш нәрсе ешқашан қайтып келмейді. Уақыт, сөз, мүмкіндік. Сондықтан уақытты босқа өткізбе. Сөзді тыңда, мүмкіндікті жіберіп алма. Кейде қателік жасаудың пайдасы бар. Тек неге оны жасамау керектігін білу үшін. Мақсатты таңдап, оған шын жүректен барыңыз. Ерте дегенді білмеймін, кеш дегенді білемін. Үйретпестен адамдарды соғысқа жіберу сатқындық. Алыстағы қиындықтарды ойламайтындар жақын қиындықтарға кезігеді. Әр адамды өзіміздей құрметтеу және онымен өзіміз қалағандай әрекет ету, бұдан артық ештеңе жоқ. Қателік жасап, оны түземеген адам тағы да қателесті. Сіз өмір бойы қараңғылықты қарғысқа ала аласыз. Немесе кішкене шамды жағуға болады. Саналы адам өмірде үш нәрседен қашады. Жастықта нәпсіден, орта жаста дау-дамайдан, қартайғанда сараңдықтан. Ақиқатқа ұмтылған, сонымен бірге жаман киім мен жаман тамақтан ұялатын ғалыммен таласуға болмайды. Асыл адам ешкімнен қулық күтпейді. Алданып қалғанда оны бірінші байқайды. Ақылды адам өз кемшілігінен ұялады, бірақ оны түзетуге ұялмайды.
Қамқорлық, яғни басқаларға қамқорлық жасау, жақсы өмірдің негізі, жақсы қоғамның негізі. Ақылды әйел күйеуін емес, сыртқы келбетін өзгертуге тырысады. Жебе нысанаға тимей қалғанда, атқыш басқаны емес, өзін кінәлайды. Данышпан да солай жасайды. Егер олар сіздің арқаңызға түкірсе, онда сіз алда кетіп барасыз. Ақылды адам өзіне істегісі келмеген нәрсені өзгеге де жасамайды. Жоғары адам ұмтылатын нәрсе өз бойында, ал төменнің іздегені басқада. Өткенді зерттеп, жаңаны аша білген адам ұстаз болуға лайық. Қараңғылықты қарғаудан гөрі кішкене шамды жағу оңайырақ. Суға тас лақтырып, әр лақтырғанда шеңбердің ортасына түсіресің. Басқалардағы зұлымдықпен емес, ішіңіздегі зұлымдықпен күресіңіз. Асыл адам әуелі іс жасап, сосын сөйлейтін адам. Асыл адам өзінің артықшылығын біледі, бірақ бақталастықтан аулақ болады. Ол бәрімен тіл табысады, бірақ ешкіммен тіл біріктірмейді. Ең үлкен даңқ ешқашан қателеспегенде емес, құлаған сайын орнынан тұра білуде. Жаман адамдарға бару, тыңдау, зұлымдықтың басы. Жүрегі асыл жан тыныштықта, төменгі адам үнемі алаңдауда. Сіз өзіңізді қаншалықты қатал және аяусыз есепке алсаңыз, соғұрлым басқаларға әділ және жұмсақ боласыз. Үнемі өз біліміңіздің жетіспеушілігін сезінгендей және үнемі біліміңізді жоғалтып алудан қорқатындай оқыңыз. Екі адаммен бірге жүріп, мен әлі де олардан үйренер нәрсе табамын. Мен жақсы қасиеттерді бойыма сіңіруге тырысамын, ал жаман қасиеттерін білгенде, оны өзімде түзетуге тырысамын. Әке шешесін сырқатынан басқа нәрсемен мұңайтпайтын ұл құрметті ұл. Асыл адам қиындыққа шыдайды, ал қиыншылықта төмен адам уайымға түседі. Бай болып, онымен мақтанбау оңай. Кедей болып, шағымданбау қиын. Басқалардағы зұлымдықпен емес, ішіңіздегі зұлымдықпен күресіңіз. Асыл адам барлығымен тату өмір сүреді, ал төмен адам өзі сияқтыларды іздейді. Ашуланған адам үнемі уға толы болады. Қателік жасап, оны түзетпеген адам тағы да қателесті. Басқалардың игілігін сақтағысы келетін адам өзінікін сақтап қалды. Не істеу керектігін біліп, оны істемеу ең жаман қорқақтық. Дұрыс әрекет дұрыс нәтижеге әкеледі. Нағыз философ 4 нәрседен ада болады. Алдын ала қарау, сенімділік, қыңырлық және өзімшілдік. Жағымсыз нәрсеге шағымдану бұл зұлымдықты 2 есе арттырады. Оған күлу
және оны жою. Айқын шындық сирек кездеседі. Кейде көп нәрсені көреміз, бірақ басты нәрсені көрмейміз. Ойланбай оқу пайдасыз, ал оқымай ойлау қауіпті. Әдемі сөйлейтін, келбетті, сүйкімді адам сирек кездеседі. Қараңғы бөлмеде қара мысықты табу қиын, әсіресе ол жоқ болса.